Сәлеметсіздер ме? Егерде бетіңізде әжім, қарадақ секілдер болатын болса, бұл маска сізге арналады. Бұл маска өте қарапайым заттардан жасалады және де әсерін бірден байқауға болады. Масканы көрмес бұрын менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз. Масканы дайындау үшін бір ыдысқа қаймақтан 2 шай қасығын қосамыз. Үйдің, дүкеннің қаймағы болса да бола береді. Міне 2 шай қасық қаймақ қостым. Енді оның үстіне ас содасынан жарты шай қасығын қосамыз. Ас содасын міне қостым, қатты толтырмай. Және оның үстіне зәйтүн майынан жарты шай қасығын қосамыз. Енді осы 3 қоспаны жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл масканы жасағанда майлы және құрғақ теріге жасай беруге болады. Егер бетіңіз құрғақ болса, маскадан кейін күнделікті жағып жүрген креміңізді жақсаңыз болады. Егер де бетіңіз майлы болса, ештеңе жағудың қажеті жоқ. Міне қаймағымыз содамен реакция болып, міне қараңыздар, өте керемет көпірді. Демек маскамыз дайын деген сөз. Енді масканы таза бетке жағатын боламыз. Мен масканы көбіне қолмен жаққанды ұнатамын, себебі бетімнің терісін сезініп, масканы сезініп, өте керемет жағылады. Қалған масканы келесі күнге қолдануға болмайды, себебі құрамы өзгеріп кетеді. Масканы бетке 2-3 қайтара жағатын боламыз. Бетте 5 минут ұстаймыз. Себебі көп уақыт ұстасаңыз бет терісі тіркеніп қызарып кетуі мүмкін. Сондықтан 5 минут жеткілікті. Міне 2-ші қайтара жағып жатырмын. Егерде сіздерде содаға аллергияңыз болмаса, осы масканы жасап көруге кеңес беремін. Достар, мен бетімді жуып тастадым. Маскадан кейінгі әсерді сөзбен жеткізе алмаймын, өте керемет, бетім жұмсарып, керемет болып қалған достар. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер, себебі өте қолжетімді маска, және де әсері де қараңыздар бірден байқалады. Ешқандай да әжім де жоқ кетті, майда-майда мынандай сызықтар бар еді шекемде. Қараңыздар, не сызық жоқ, не көзім шетіндегі әжімдер де жоқ. Бұл масканы бір аптада 2-3 рет жасасаңыз жеткілікті, 1 ай жасасаңыздар да болады. Қараңыздаршы, өте керемет болып қалды. Айтып, енді сөзбен жеткізе алмаймын. Бетім деген өте жұмсақ болып қалды. Қазақ тілдегі контенттер көп болсын десеңіздер, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, және де менің видеома лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақыттарда сіздермен осындай оңай жасалатын, керемет әсер беретін маскалармен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Мақпал, сау болыңыздар.